Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видео сабақта ағылшын тіліндегі discuss сөзінің құпиясын білетін боламыз. Видеоны қарамас бұрын міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Жалпы сөздерді жаттаған кезде ағылшынша сөздің бірден аудармасын емес, түсіндірмесін қараған дұрыс. Ағылшын тілінде discuss сөзін былай деп түсіндіреді: To talk about something with someone and tell each other your ideas or opinions. Яғни біреумен бір нәрсе туралы әңгімелесу және ойларды, идеяларды бір-бірімізге айту деп түсіндіреді. Қазақ тіліндегі талқылау деген сөзбен сәйкес келеді. Кейбір ағылшын тілін үйренушілер discuss сөзінен соң preposition қолданады. Preposition дегеніміз не? Preposition дегеніміз бұл демеуліктер. Оларға out, in, about, with, from деген секілді сөйлемдегі сөздерді байланыстырушы бөліктер. Мысал келтіріп көрейік. We discussed the plans for the wedding. Біз үйлену тойына арналған жоспарды талқыладық. Негізінен discuss сөзінен кейін демеулік қолданылмауы керек. Ал егерде демеулікті қолданатын болсақ, бұл қателік. Мысалы, we discussed about the plans for the wedding. Бұл жерде about деген preposition қолданылып тұр. Егерде writing бөлімінде сіздер осылай қолданатын болсаңыздар, бұл қателік болып келеді. Discuss сөзінің зат есім формасы discussion. Пікірталас, талқылау деген мағынаны білдіреді. Біз discussion сөзінен соң prepositionды қолдана аламыз. Мысалы, the teacher started a discussion about the book we read. Мұғалім біз оқыған кітап туралы пікірталасты бастады. Яғни біз етістік формасында тұрған discuss сөзінен соң prepositionды қолдана алмаймыз, ал зат есім формасында келсе қолдана аламыз. Ендеше осы discuss және discussion сөздерін қолданып, сөйлем құрап көріңіз. Құраған сөйлеміңізді пікір бөліміне жазып қалдырсаңыз болады. Ал осымен бүгінгі берілетін ақпараттар аяқталды. Сіздерге бүгінгі берілген ақпараттар пайдалы болды деген ойдамын. Егер видео сабақ ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Ал ендеше сау болыңыз.